Қазақ медицинасы көбінде химикатсыз, бұлғанбаған, таза өнімдерді көбірек тұтынуды басты назарға алады. Сондықтан да қазақ халқының денсаулығы мықты, қайсар халық болды. Тағаммен емдеудің 4 түрлік мал өнімдерімен емдеу, астық түрлерімен емдеу, көкөніс және жеміс-жидекпен емдеу сынды бірнеше түрі бар. Сүт және сүт өнімдері сиыр сүті, қымыз, шұбат, ешкі, қой сүті түрлерге бөлінеді. Түйе сүтінің қасиеті сәл ыстық, басқа сүттерден жағымды келеді. Сүт рухты орнықтырып, өзекті қуаттандырып, уды таратады. Түрлі аурудан кейінгі қалпына келу мерзіміндегі дененің әлсіздігі және күкірт қышқылды, мыс, сынап тағы басқалай улы заттармен улануға қолданылады. Түйе сүтіне лайықты мөлшерде күш ала қосып ашытып ішсе денені қуаттандырады. Айран тыныштандырып, рухты орнықтырады, ұйқысыздықты, көп түс көруді жазады. Қанды сұйылтып, қан айналысын жақсартады. Қан қысымын төмендетіп, қанның жабысқақтығын азайтады. Қымыз жағымды. Ұзақ уақыт ішсе денені қуаттандырады. Қан аздық, көкірек ауруы, әлсіздікке ем болады. Қымыздың тұнбасы құстырады. Оны көбінде ас байланғанда және ыстыққа қолданады. Ет түрлері негізінен қой, жылқы етін негіз етеді. Қой, жылқыны бір мезет дәрі шөппен бағып сойып жеуге де болады. Қой еті қуаттандырады. Асқазанды жылтып, көк бауырды әлдендіреді, жел құзды айдайды. Әйелдер босанғаннан кейін қалжасына беріледі. Жылқы еті денеді қуаттандырып, суық ыстық дерттерге ем болады. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының басшысы, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған қазақ медицинасына тән пайдалы кеңестер. Құрметті тыңдармандар, біздің каналға тіркелсеңіздер, қазақ медицинасына тән болған көптеген құнды мәліметтер алатын боласыздар. Ел аман, жұрт тыныш болсын, аяулы ағайын.